Ұйықтап жатқан кезінде оянып кеттіңіз, болады ғой сондай сәттер. Әйеліңіз қасында ұйықтап жатыр. Соған бір сәт ойланып қараңыздаршы. Басқа бір шариғаттық басқа нормалармен айтпай-ақ қояйықшы. Просто әйеліңізге өзіңнің жақсы көріп, сүйіп қосылған әйелің, балаларыңның анасы, соған бір сәт бетіне бүйтіп қараңызшы. Махаббат көзімен. Шашы жайылып, аузы ашылып, әдемілеп ұйықтап жатыр да қасыңызда. Бүкіл өмірін 100% сізге анау жанына дейін аманаттап ұйықтап жатыр ғой сізге. Сеніп арқа сүйеп келді ғой. Енді осы жатқан әйеліңіз қасыңыздағы. Ол әкесін тастап келді. Ол ағасын тастап келді. Ол анасын тастап келді. Ол руын, өзінің отбасы, жақындарын тастап келді. Кім үшін? Сіз үшін. Сіздің қасыңызда жүріп бақытты болам деп келді ме? Онда ислам пайғамбарымыздың бұл сөзінде негізі бірақ сөзінде ар жағында қасыңа алған әйеліңді аманат деп қарап, яғни аманат деп қара дегені ертең Алла сұрақ алады. Сол үшін Айша анамызға жеткен көптеген хадистердің бірлерінде айтып жатыр ғой, пайғамбарымыз қолымен бір затты да ұрмаған, қызметшісін де ұрмаған дегені ар жағында әйелге қол көтермеген деген тақырыптар жатыр мысалы. Осының барлығы әйелдің тақырыбы өте исламда қатты қорғалатыны, әйелдің дәрежесінің биік екені. Еркектер деген Құранда сүре жоқ, әйелдер деген сүре бар Құранда. Осының барлығы нені білдіреді? Ислам қашанда әлсіздің жағында. Ислам қашанда әлсіздің жағында. Әлсіз ба, табиғатынан әлсіз ба? Оның кемшілігі емес, оның ерекшелігі, артықшылығы. Сол әлсіз әйел адам, Омар радиаллаху анху айтқандай, бір сахаба келіп, әйелі дауыс көтергесін ренжіп, халифаға айтам деп келеді ғой. Омардың халифа кезінде радиаллаху анху. Сөйтіп есігін ұрып қойса, ар жағында Омардың әйелінің дауысы шығып жатыр екен. Бұл кісінің халифаның үйінде де сол екен ғой деп теріс қарап кетіп баратқан кезінде есікті ұрып қойған ғой, уже біліп қояды, ұрғанын естіп қояды, шығып сосын шақырып алған кісіні. Сонда не болды? Айтпайды, болды, жауабын алдым. Жоқ, айт енді, келдің ғой, ұрдың ғой енді есікті, жауабын, сұрағыңды айт деген кезде осы нәрсе үшін келгендігін айтқанда айтады. Ол әйелің деген сенің қасыңда тозағыңмен екі ортада қалқаның ғой дейді. Бірінші, тозағымен екі ортада қалқаның, яғни шахуатыңды басуға халалдап некеден, өз ақ некеңде алдың ғой ол әйелді дейді. Зинаға барсаң, қалқан. Қалқан деген шит. Иә, қорғанысың. Тозақпен екі ортада, яғни ер азамат болғасын табиғи не бар ғой енді, талап етілетін, әйел болса ода да бар дегенде, сол нәрсең бойыңда көтерілген кезде ақ некеңдегі әйелің болмаса қайға баратын едің? Зинаға барасың ғой дейді. Зинаның түбі ол деген Алланың азабына апаратын нәрсе. Ал мынау ақ некеңдегі әйелің, сондықтан соған барып қосылған кезде сауап жазылып жатыр ол жақта хадистермен. Тозақпен екі ортада қалқаның. Және де қараңыз, сенің киіміңді жуып отырушы дейді, реттеп, тегін істеп отыр соны. Балаңды дүниеге әкеліп беруші, ұрпағыңның жалғасы әйел адам арқылы. Ойлаңыз. Сенің ұрпағыңның жалғасы әйел болмаса не болады? Жоқ, бітті, өшті. Себеп қараңыз, әлсіз әйел осының бәрін істеп отыр ғой. Әлсіз, оның болмысы, табиғаты, дене пішімі, әлсіздігі бар шығар бойында, еркек сияқты күш қуаты жоқ шығар, бірақ та ол ең негізгі нәрсе баланы дүниеге әкеліп беріп жатыр, ұрпағың жалғасын. Наныңды көміп беруші дейді. Енді осының бәрін жақсылығын бір сәттік ұрыспен ұмыта саласың ба дейді. Қазақ айтады, күшті бір сөз бар қазақта. Ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Ыдыс аяқ қай жақта болады? Кухняда ғой, асқан. Кухняда кім жүреді? Еркек жүре ма? Әйел жүреді. Әйелден осындай табиғаттың шығуы заңды деп тұр ғой қазақ. Күшті нормасын қойып пижатын басып тастады. Ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Бұны бүгін басқаша түсініп жүрді. Ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды, яғни отбасы ұрыспай тұрмайды дегенде. Жоқ. Әйел адам, әйелдің өзінің табиғаты бар. Енді ойлаңызшы, таңнан кешке дейін үйдің жұмысында жүр. Таңнан кешке дейін баланың ана жерде біреу жылап жатады, біреу құлап жатады, біреу су сұрап жатыр, біреу тамақ сұрап жатыр. Біреу бүлдіріп ана жақта. Киім бүлдіріп, соның бәрінде жуып шайып, осының бәріне нервтің шыдауы, және де сол әрқайсысын көтеріп, біреуіне телевизорын қосып беріп, осын жасап жүргенде біз ер азаматтар жұмыстан келгеннен кейін негізі ровно бір сағат баланы қарап та отыра алмаймыз ғой. Сондықтан осы табиғаттың бәрін ескеріп, әйелмен қарым-қатынас бізде үлкен биік деңгейде болу керек. Ал ол қандай деңгейде дегенде, жаңа Талақ сүресінде рахымдылық. Бүкіл нәрсесін жаңағыдай мейірімділікпен қабылдап отыру. Жаңағыдай дауыс көтеріліп жатыр ма? Норма. Әйелден дауыс көтеру норма. Еркектен дауыс көтеру норма емес. Өйткені еркекке басқа табиғат сөйлейді Аллах тағала. Әйелге норма деп тұр. Қазақта сол норма қылды да, ыдыс аяқ сылдырламай тұрмады деді. Шығып жатыр ма? Рахымдылықпен. Оның ар жағында пайғамбарымыздың біз бір сүннеттерін жасамай жүрген. Таңертең ол кісіні ренжітіп тастап кетеміз әйелдерімізді. Пайғамбарымыз асыр намазынан кейін қайтадан барып жатыр сол әйелдерге. Сөйтіп Айша анамыз айтады, төсектен басқа нәрсе бәрімізге жасайтын, сипалайтын, сүйетін, құшақтайтын, құшағына қысып әңгімелесетін.
ойлаңыз, енді кешке жақын келген кезде әйелімізге осы нәрсені жасай алмасақ, сосын ертең бір күні жиналып жарылса, ашуланса, хақысы бар ғой оның. Вот сол кезде қайтып ренжиміз деймін да. Өзім сүндетті орындап жүрген жоқпын ғой. Таңертеңгісін сондықтан кетіп бара жатқанда маңдайынан сүйіп тұрып, бетінен сүйіп тұрып, бұл да сүндетте бар. Сүйіп тұрып, жақсы қалдырып кету әйелді. Сосын кешке жақын келген кезімде ол бәрібір кешке дейін шаршады ғой. Соның бәріне мейіріммен келіп құшағына алуым, оның қабағы түйіліп жүрсе, не қабағың түйіліп жүрсің деп сөйлеу емес, керісінше барып оны тамақ істеп жатқан жерден артынан барып құшақтап, романтика ғой Құдай-ау. Осының бәрін жасаса, әйелдің әлсіздік өзіне тән табиғаттарын бәрі жойылып кетеді. Қоғамда біз сонда ренжімейміз. Ойбай, ана тақырып, мына тақырып, әйелдердің тағы немере көтеріле береді деп. Өйткені біз істемей жатқаннан кейін көтеріліп жатқан бір тақырыптар бар. Біз істеу керекпіз. Мұсылмандық тек намаз бен оразамен шектелмейді ғой. Мұсылмандық осының бәрін қамтиды.